Тозақтың 7 есігі. Бірінші, жаһаннам. Ең жеңіл азап берілетін тозақ. Бұл есікте пайғамбарымыз күнәһар үмметі азапталатынын айтамыз. Екінші, сайыр есігі. Лаулаған от жалын. Христиандықтардың азапқа тартылатын есігі деп айтаймыз. Үшінші, сахар есігі. Жаққанын жоқ ететін, біздің терімізді күйдіретін от. Яһудилер жаза шегетін есік деп атаймыз. Төртінші, жахим есігі. Лаулаған қызуы қатты от. Мудрат, яғни дінімізден шыққан адамдар. Мен шайтан азапталатын есік деп атаймыз. Бесінші, хутама есігі. Қып-қызыл қарыған от. Яжуж, мажуж қауымдары мен кәпірлер азап шегетін орын. Сонымен қатар Ғайя шұңқыры осы шұңқырда. Ғайя шұңқырына тозақтық барлық нәжістер мен қан мен ірің жиналады. Бұл есікке зина жасаушылар жасалған, жалған куә болушылар, ата-аналарына қарсы шығатындар мен мұнафиқтер кіреді. Алтыншы, ләзза есігі. Түтінсіз от, мүшриктер мен мәжүсилер, сиқыршылар кіретін есік. Жетінші, хауия есігі. Түсетіндердің көпшілігі қайтпайтын жер. Дінсізден, атеистерден, өтірікшілер, мұнафиқтер кіретін есік.